Енді дәлелдеп жатудың қажеті жоқ. Өткен жылдың қорытындысы бойынша шамамен 100 миллион теңгедей табыс көрдік. Қордың жұмысына қатысты күмән болды ма? Әттеген-ай, осы қашан жөнделер екен, қашан осылай жүреміз дейтін бір наз көп айтылды. Қазақша жазылған диссертациялардың санын көбейту керек. Қазақша жазылған ғылыми мақалалардың санын көбею керек. Білімленд. Дәл қазір енді Қазақстандағы ең ірі жүйе. Серверлер қауіпсіздігі қалай? Балаларымыздың бағалары, ақпараттары жоқ болып кетпей ма? Біз жалпы бір монополия орнатуға ондай ойымыз жоқ. Әр фильмді аударудың құны шамамен 100 мың доллар тұрады. Көрермен одан кем нәрсеге енді келіспейді. Балалар қазақша сөйлей ма? Бірінші кезекте мамалардың жұмысы. Біздің қазіргі ұрпақ болашақта кім болып шығуы мүмкін? Олар өзін Қазақстанмен шектемейді. Халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті және Білімлендтің негізін қалаушы Рауан Кенжеханұлы шынайы сұхбатында. Қалдарыңыз қалай, кеш жарық. Бізбен бірге бүгін Рауан Кенжеханұлы шынайы сұхбатында мүмкіндігінше сізге пайдалы, қызықты, танымды ақпаратты шынайы аласыз, бере аламыз деген үміт бар. Халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті және Білімлендтің негізін қалаушы. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Рахмет шақырғаныңызға. Рахмет, негізі енді көпшілік арасында әсіресе өткен жылы көптеген бестселлер болған анимациялық фильмдерді қазақшаланып бір үлкен қуанышпен солдаут болғанын көріп отырып, билеттердің осының барлығы осы қордың бастамасымен болды. Негізгі жақсы жаңалықтан бастағым келіп тұр сөзімізді. 10-нан астам Disney Pixar фильмдері шықты. 26-та. Халықаралық қазақ тілі қоғамына келген кездегі үлкен мақсаттың бірі сол болатын. Қайтсек біз Disney, Pixar, Sony секілді студияларды қазақ тіліне назар аудартып, жекелеген бір-екі ғана фильм емес, жыл сайын шығаратын үлкен фильмдерінің барлығын қазақ тілінде әлемдегі үлкен тілдермен қатар таныстыратындай жағдайға келтірсек деген мақсат болды. Басында өзіміз демеуші тауып, қазақстандық демеушілердің көмегімен жасаймыз деп ойладық. Олардан тек рұқсат, ниет керек болды. Бірақ келіссөз барысында көндіруге мүмкіндік туды. Біраздан кейін олар өздері де біз түсіндік. Қазіргі жағдайда қазақ тілінде Қазақстандағы демографиялық жағдайды ескере отыра өз ақшамызға аударып шығарамыз деп уәде берді. Бізге қойылған талап, тілек бұл қазақша көретін көрермендердің санын көбейту және жалпы Қазақстандағы қаралымның кемінде 20% қазақша болса деген өтініш айтты. Яғни кинотеатрға келетін аудиторияның кемінде 20% қазақша фильмді көруге келуі тиіс. Бұлай қараса көп емес сияқты, 5-тен 1 аудиторияның, бірақ шындығында осыған дейінгі қаралып жүрген фильмдердің 5% қазақ тілінде болса, соған қуанатынбыз. Яғни келген көрермендердің үлкен экрандағы кинотеатрға келіп қазақша анимация немесе фильм көретін аудиторияның үлесі 5%-ға жетпей жүрген. Сондықтан да кинотеатрда ыңғайсыз уақытта тұратын қазақша фильмдер, сондықтан да наразылық болатын. Бірақ осындай әріптестікте олар өз ақшасына дүние жүзіндегі 30 шақты тілдің қатарында қазақ тілінде де бір күні, бір уақытта премьера жасауға келісті. Әр фильмді аударудың құны шамамен 100 мың доллар тұрады. Осындағы тәжірибесі бар мықты деген дубляж студияларын тартады, актерлар тартады, өте сапалы қылып жасайды. Әнін де, күйін де, биін де қазақшалауға тырысады. Ол өте күрделі жұмыс. Осы шығынның бәрін осы үлкен студиялар өз мойнына алды. Бұл үлкен жетістік. Айтуға оңай. Бірақ әлемдегі 30 үлкен тілдің ішінде қазақ тілі осындай деңгейде мойындалып, Disney, Pixar, Sony секілді студиялар өзінің дүние жүзілік үлкен премьераларын қазақша беретін болды. Ал біз өз жағымыздан өздеріңіздің қолдауларыңызбен, медиа қолдаудың арқасында аудиторияны кеңейтуге мүмкіндік алдық. Былтыр жылдың аяғына қарай 2 үлкен фильм шықты. Біреуі Аңдар шаһары, Зверополис, екіншісі Аватардың 3-ші бөлігі. Екеуіне де келіп көрушілердің саны кәдімгідей артты, көп болды. Қазір байқасаңыздар, ыңғайсыз уақытта тұрады, сеанс аз деген сөзден құтылдық. Енді әлі де айтылуы мүмкін, тура келе салып
мен келген уақытта жоқ екен деп айтатындар болады. Бірақ дегенмен де сеанстардың саны көп, ыңғайлы уақытта тұр, залдар толып жатыр. Аватар бойынша мәліметтерді әлі көрмедім, бірақ оның алдындағы Аңдар шаһарындағы үлесі 20%-ға таяды. Сондықтан Disney, Pixar студиямен, Disney, Pixar және Sony студияларымен биыл да осы жұмысты жалғастырамыз деген жоспар бар. Жекелеген фильмдердің атын шетін шығарып айтты, әзірше бөлісе алмаймын, бірақ жұмыс жалғасады. Мен енді бала тәрбиелеп отырған ана ретінде білем қандай кинолар шығатынын. Осы кезден балалар қатты күтіп жүрген туындылар бар. Олар қазақша сөйлейді ғой? Сөйлейді. Оскар алған, бірнеше Оскарды алған мультфильм бар. Айтыңыз, сізге болады. Toy Story. Ойыншықтар хикаясы. Ойыншықтар хикаясы, керемет әдемі фильм. Жалпы Pixar'дың фильмдерінің барлығы өте ерекше. Қызық, иә. Әрқайсысы балаға арналғанымен, бірақ ішінде астары көп. Ересектерге де өте қызықты, одан кейін ойда қалатын, бір санаға кіретін ерекше нәрселер. Ойыншықтар сөйлейді, ойыншықтар әлемі адамдар секілді әрекетке түседі, ренжиді, қуанады, бір-бірін алдайды, сатады, достасады, махаббат болады деген сияқты. Кәдімгі өмір. Сонысымен де жақсы. Мысалы, анау жаңағы балалардың түп санасының психологиясына арналған әдемі фильмдері бар. Inside Out. Өте керемет. Ең қажет мультфильм. Балалар қалай есейеді, қандай эмоция туады, ол эмоцияларды қалай басқарады. Осындай мүлде елестетуге болмайтын, балаларға тіпті әңгіме ретінде айтудың өзі қиын тақырыптарды анимациялық фильм ретінде шығарып көрсетеді. Әйтпесе Рататуй, мысалы, далада жүрген бір тышқанның аспазшы болуы. Бір қарағанда ақылға сыймайтын нәрсені экранға келу арқылы назар аудартады, және оны сценарий деңгейінде, фильм деңгейінде өте керемет қылып жасайды. Сондықтан сондай фильмдердің қазақша сөйлеуі, қазақ аудиториясына келуі, ішіндегі әндердің, қалжыңның, әзілдің мем ретінде тарауы, бұл да тіл үшін өте маңызды. Өте маңызды. Әсіресе өсіп келе жатқан ұрпақ, менің кейіпкерлерім, менің достарым, краштарым қазақша сөйлеп жатыр. Бұл демек трендтегі тіл, мен де сөйлеймін деп қызыға бастайды. Кем дегенде сол жаргон, диалектілерді жұқтырып алады. Демек, Моана сияқты біз де сөйлей бастаймыз келесі жыл, иә? Моана бар, Шайтпақшы фильмдердің ішінде, енді ақыры өзің айтқаннан кейін, иә? Спойлер кетті. Негізі жалпы алған кезде 7 жыл бұрын, есіңізде болса, сізбен сұхбат болды. Сол жерде қоғамның арасында, әсіресе журналистердің арасында петиция болып жатқан. Мен киноны қазақша көргім келеді деген. Және дәл сол сіз айтып отырған оқиғалардың кішкене депрессивті көрінісі сол кезде болған. Және салыстырып қарайтын болсақ, енді жалпы нақты кейстер, нақты эффект нәтижелерді біз жетістік деп қарастыра аламыз ғой. Шынымен де Аңдар шаһарына солдаут болды, сатылып кетті, билеттер болмады. Сондықтан және бұл біздің енді контент жоқ, балам қазақша сөйлей алмайды деп отырған ата-аналарға нағыз қажетті құрал деп ойлаймын. Жай ғана қазақшасын көруге ұмтылу керек деп ойлаймын. 7 жылдың ішінде біз шында да мүлде басқа әлемде өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Оны қазір қараса бір оңай сияқты болып көрінеді. Ол кезде шында да әттеген-ай осы қашан жөнделер екен, қашан осылай жүреміз дейтін бір наз көп айтылды. Қазір кездеген кинотеатрға барсаңыз, көрсетілетін фильмдердің 80% қазақстандық фильмдер. Енді кейде аралас жүреді, қазақша, орысша, бірақ дегенмен де өзіміз туралы фильмдер. Кейбір талғамы биік азаматтар олай емес, басқаша болу керек деуі мүмкін. Бірақ бұл енді көпшілікке арналған фильм, маркетинг әзірше солай жұмыс істеп тұр. Көпшіліктің талғамы не қалайтындығын ескере отырып түсірілген фильмдер. Бара-бара ол да менің ойымша өседі, сан мен сапа келеді, талғам өседі. Сондықтан жалпы алғанда өте жақсы тренд. Өзіміздің де фильмдер шығып жатыр қазақша, сериалдар шығып жатыр әдемі. Мұнай талқыланып жатыр мысалы қазір кеңінен. Таза қазақстандық, Қазақстанның жаңа замандағы өмірінен 90-шы жылдардағы хабар беретін, және Алматы мен Астана емес, Маңғыстауда, Ақтауда түсірілген фильм. Онымен бірге қатар үлкен Disney секілді, Pixar сияқты студиялардың фильмдері де қазақша сөйлеп жатыр. Бұл нормаға айналып келе жатыр. Нормаға айналғанның бір жақсы жері,
көрермен одан кем нәрсеге енді келіспейді. Ең басты сол деп ойлаймын, өйткені мысалы кейбір мемлекеттер бар, Гүржістан немесе, мен енді тізбей ақ қойын, әлі де сол бестселлер мультфильмдердің әлемдік тенденцияға айналатын туындыларды өз тілінде көре алмайды. Дубляж жасауға құқығы жоқ. Бұл ретте біздің Қазақстанның бұндай мүмкіндікке ие болуының өзі жетістік. Біреу қазір контексттен жұлып алып, қазір оны басқаша қолдануы мүмкін. Әрине, өз ұяты білсін, бірақ шын мәнінде бұл шыны керек рейтинг үшін жақсы. Тілдің рейтингі үшін. Ол мойындау, ол елдің рейтингі. Енді қараңыздаршы, дүние жүзінде бір 30 шақты ғана үлкен тілдер. Біз демографиялық жағдайымыз бойынша басқа да мемлекет аралық тізбеде ол тізімде әлі болмауымыз мүмкін. Бірақ соған қарамастан Қазақстанның бөлек мәдени кеңістік екендігі, қазақ тілінің өзінше бөлек көрермендік талғамы бар, жаңағы аудиторияның белгілі бір талабы бар екендігін мойындап, қазақ тілі осындай тілдердің қатарында, осындай үлкен деңгейде жасалып жатыр. Енді басқа да студиялар, жалпы контент жасаушы ұйымдар, креаторлар соған қарап, осылай екен ғой деп, ешкімге енді дәлелдеп жатудың қажеті жоқ. Қазақша айтыңдар, қазақша сөйлеңдер деген нәрсені. Сол тұрғыдан өте жақсы. Жалпы алған кезде көрініс әлдеқайда жақсы. 7 жылмен салыстырсақ та, 1 жылмен салыстырсақ та, кем дегенде кез келген сайттың басқаның интерфейстарының барлығы қазір қазақша. Бұның өзі жай ғана позитивті норма. Енді тіл қолданысының кеңеюі үшін, өскелең ұрпақ үшін бұл жаңағы аудармалар қажетті құрал, және қалай десек те киноиндустрия, анимациялық индустрия бізде өте қажетті идеологиялық құрал. Кез келген адам үшін барлық стратегияны жаймен түсіндіріп беретін құрал. Жаңа айтып жатырсыз ғой, талғамы биік. Мультфильмдер жақсы, тамаша. Ал фильмдер, аудару мәселелері қалай ойлайсыз? Біз бірінші кезекте балаларға ден қойдық. Өйткені біз үшін тез өсіп келе жатқан, біз өте жас ұлтпыз, балалар бізде өте көп. Сол аудиторияны бірінші кезекте қамтуымыз керек. Балалардың тілі қазақша шығу керек. Әрине. Балалар қазақша шыққан отбасының ересектері де амал жоқ қазақша сөйлей бастайды. Егер біз балаларға мүмкіндік туғызбасақ, онда біз алда келе жатқан кезеңге дұрыс дайындық жасамағанымыз болады. Ал енді ересектерге арналған дүниені айтатын болсақ, кезең-кезеңмен келер. Оның бір қиын жері, ересек аудиторияға арналған кез келген фильм мазмұн тұрғысынан фильтрден өтпей қалуы мүмкін. Өйткені ол да өте күрделі қазір. Аудитория әртүрлі. Келетін контент те өте әртүрлі. Сондықтан бұл жағын кішкене әзірше абайлаған дұрыс деп ойлаймыз, бірақ бара-бара оған келеді. Өйткені біз айтып отырған ересектердің өзі ол 18-ден асқан азаматтар. Ал қазір Қазақстанның демографиясында кемінде біздің 60-70% 18 бен 30 аралығындағы аудиториямыз қазақша сөйлейтін адамдар. Қазақша мазмұн тұтынатын орта. Сондықтан қажеттілік сол жағдайға өз алып келеді. Мен оған кәміл сенемін. Әзірге бізде осындай жеңіл, осы кезде болып жатқан тарап кеткен көп фильмдердің контентіне сұраныс жоғары уақыт деп объективті түрде айтатын болсақ. Кеше құрылтайда болдыңыз, президент ғылыми жаңағы кітапханалардың ашылатыны туралы, цифрлық кітапханалардың көбеюі туралы, жалпы ғылымға үлкен акцент, фокус қойылды. Және саясаттану, әлеуметтану ғылымдарының жаңағы басылымдары, цифрлық басылымдары туралы айтылды. Қалай ойлайсыз, бұл жерге әлемдік нарықта танымалдыққа ие болған, Гарвардтағы профессорлардың, кез келген мамандардығын аудару қажет пе? Сұраныс менің ойымша бұған жоғары болады. Қазақ тілі, ғылым мен технология тілі болмаса, онда басқа салалардағы мемлекеттік тіл ретіндегі дамуы мүмкін болмайды. Оны біз көп мысалдардан көріп отырмыз. Кейбір елдер өз тілдерін мемлекеттік тіл деп жариялағанымен, оның дамуына қажетті осындай күрделі, көп күш талап ететін шараларға бармаған. Мысалы, Ирландияны көп айтады. Өз азаттығы үшін күресіп жатқан ел. Тілдің мысалы бөлек мәртебесі бар, міндеттелген. Бірақ ол тілде ғылым жоқ, технология жоқ.
күнделікті қолданысқа қажетті дүниелер болмағаннан кейін ол құры уран болып қалып жатыр. Онда елдердің мысалдары көрсетіп отырған және бізге беріп отырған негізгі сабағы осында. Біз ата заң деңгейінде мемлекеттік тілдеп атағанымызбен ол көп мәселені шешпейтіндігін көзіміз жетті. Шын мәніндегі қолданысы үшін бізге оның кең аудиторияның өз саласында тұлға ретінде де, маман ретінде де жетіліп дамуына қажетті жағдай жасауымыз керек. Мәселен, балалар мектепті 75% қазір, яғни 4-тен 3-і қазақша бітіріп шығып жатыр орта білім беру жүйесінен. Оқу орындарына келіп, әрине өз тілінде мамандық алғысы келеді. Сондықтан жоғарғы оқу орындары оларға сұраныс қалыптастырып, келген сұранысқа ұсыныс қалыптастырып, мамандықтарды қазақша оқыта бастауы тиіс. Ол үшін оқулық болу керек, кейстер болу керек, курстар болу керек, мұғалімдер дайын болу керек, мақалалар болу керек ғылыми. Сондықтан оның барлығы сол сұранысқа сәйкес жасалып жатыр. Енді олар жоғарғы оқу орындарын бітіреді де магистратураға келеді. Одан кейін докторантураға келеді, PhD жасағысы келеді. Бұлардың өз тілі, ана тілі, кәсіби тілі, қазақ тілі. Енді осы жерде кейде жаңағы қажетті терминологиялық аппараттың болмауы, не болмаса жас ғалымдарға жетекшілік ететін, қазақша жақсы білетін, олардың жұмыстарын жазып, пікір айта алатын жетекшілердің болмай қалуы кедергі болып жатады. Бұның барлығы ақырында өздігімен шешілетін мәселелер. Келесі кезекте осы ғылыми дәреже алып шыққан жас ғалымдар өз жұмыстарын қазақша жазып, өсіп келе жатқан жаңа ұрпақ, жаңа буын студенттерге, докторанттарға жетекшілік жасап, осылай өмір жалғаса беру керек. Бірақ бұл қозғалыс тезірек жүру үшін, тиімді жүру үшін әрине ынталандыру шаралары болған дұрыс. Қазақша жазылған диссертациялардың санын көбейту керек. Қазақша жазылған ғылыми мақалалардың санын көбею керек. Әсіресе гуманитарлық салада. Өйткені бұл сана қалыптастыратын, діл қалыптастыратын және сөз ұстаған, ой ұстаған, мазмұн құрастырған ортаның өсіп өнуіне жағдай жасайды. Енді инженерлік, нақты фундаменталды ғылымдағы қазақ тілі дамымасын деген сөз емес бұл. Онда да тура осындай. Олар келеді, жасайды, бірақ бізге ұнасын, ұнамасын, бірақ дүние жүзіндегі фундаменталды ғылым 70-80% ағылшын тілінде жасалып жатыр. Сондықтан ол ғалымдардың тез өсуі үшін ғылыми ізденістерді, мақалаларды түпнұсқа тілінде оқу үшін ағылшынша білу шарт. Сондықтан да ол мамандықтар бойынша PhD жасайтын ғалымдарға ағылшын тілі бойынша талап қойылады. Біз онымен дауласпаймыз. Бірақ гуманитарлық пәндер бойынша кішкене талап өзгеше болу керек шығар деп ойлаймыз, және ол ғылымдардың қазақша жазылып, қазақша дамуына бөлек жағдай жасалу керек. Соның ішінде тарих, тіл білімі, әдебиет, әлеуметтану, психология, осындай гуманитарлық білім салалары қазақша жасалу керек. Мен бұл сұрақты қоюдағы себеп сол қор қазақша аудару, кітаптарды аударумен айналысып жатыр ма? Біз кезіндегенде 100 оқулықтан кейін ондай қарқынмен жасамасақ та, бірақ шамамыз жеткенше жыл сайын бұл жұмысты жалғастырып жатырмыз. Өйткені жекелеген салалар бойынша мамандар келеді, ұсыныс айтады. Мысалы қазір Астана халықаралық орталығы мен корпоративтік қаржы бойынша үлкен бір оқулық аударуға кірісіп жатырмыз. Өйткені қаржы саласындағы мамандардың барлығы білуі тиіс, бүкіл әлем танитын 15 басылым көрген осындай үлкен еңбектер бар. Олар ары қарай сол қаржы саласындағы мамандардың өсіп өнуіне, оқу орындарының жұмыс істеуіне жағдай жасайды. Сол сияқты тарих өте маңызды. Біз енді бірнеше автордың еңбектерін биыл тауып алып жасап жатырмыз. Одан кейін көркем әдебиеттің бір жақсы нұсқалары. Классикалар, оның ішінде классика ғана емес, классика ден аударылды ғой. Бізге қазіргі замандағы көп айтылып талқыланып жатқан, мысалы, Ли Цюсин деген Қытайдың атақты фантастының үш дененің жұмбағы деген үлкен дүниесі бүкіл әлем оқыды, талқылады. Президенттер де, үлкен техникалық корпорациялардың басшылары да ол туралы пікір айтпаған адам қалмады. Өзі үлкен 3 кітаптан тұратын дүние, соның 2-ін аудардық, таратып жатырмыз. Ол да фантастика, ол енді технологиялық дамудың
алдыңғы шебі ғой. Сондықтан ондағы ойлар, айтылатын идеялар, ұғымдар бірден қазақшаға түссе, ол ары қарай болашақта осындай технологиялық шешімдердің қазақша дамуына, жасақталуына жағдай жасайды. Таратылып жатыр деген, сатылып жатыр ма, әлде кітапханаларға таратылып жатыр ма? Ол бізде қазір қайдан табамын деген сұрақ қой менде. электронды нұсқасы кітап қосымшасында бар. Енді көпшілік білетін, мысалы, Литрес сияқты Ресейден тарайтын жүйенің қазақша нұсқасы бар бізде. Енді сөйтіп айтпасаң көп адам түсінбей қалады. Бұл электронды кітап тарататын, аудио кітап тарататын жүйе, кітап деген қосымша, әлемде қазіргі тілде қолданба деп жүрміз. Соны көшіріп алып, ішінен осы кітаптарды табуға болады. Қағаз түрінде басуға болады әрине, бірақ ол шығыны көп нәрсе. Сосын өзін-өзі ақтауы қиын. Дүкенде бірден бағасы қымбат болып тұрады, оқырман оны сатып ала алмайды, ал енді электронды нұсқа қазір әлдеқайда ыңғайлы. Телефоннан оқу қазір трендте ғой. Телефоннан оқуға болады, тыңдауға болады, аудио нұсқасын шығарып жатырмыз. Енді жасанды интеллект бойынша, жалпы технологиялар бойынша алдыңғы қатарда тұрған, мысалы, Қытайды қазіргі 15 жыл бұрын Звездные войны, жұлдыздар соғысын, шайқасын оқып өскен ұрпақ міне өсті дейді ғой. Ол кезде енді саясаттанушылар мысалы стратегиялық түрде бүкіл мектепке жұлдыздар шайқасын оқытуға міндеттеген дейді. Сондықтан менің ойымша бұл қалыпты дүние, кітаптың, әсіресе фантастиканың тарауы. Сіз енді ата-анасыз, сіз медиада, жалпы идеология саласында бұрыннан жүрген адамсыз, иә? Әсіресе бұл қазақ тілі қоғамдық, халықаралық қорын басқару, жалпы аналитика сізді сәйкесінше, мен сізде сұрағым келетін дүние. Қалай ойлайсыз, біздің қазіргі ұрпақ болашақта кім болып шығуы мүмкін? Фокус неге қойылып тұр? Сұраныс қандай салаға көп? Жалпы Қазақстанның тұрған жерде, одан кейін көршілерімізде, одан кейін біздің бір ішкі амбицияларымыз ел ретіндегі, қоғам ретіндегі сан алуан. Біз іште батысқа да жақынбыз. Өйткені мынандай көршілердің арасында тұрып, біз бәрібір бір баланс іздейміз. Қалай болғанда да біз кішкене үйреншікті, жаңағы совет заманында қалыптасқан шекарадан тыс болғымыз келеді. Ол әбден табиғи нәрсе. Сондықтан біз әлемге көп еліктейміз, қараймыз, тартыламыз. Одан кейін болашақ сияқты бағдарламалардың арқасында бізде тікелей байланыс орнады. Үлкен ғылыми орталықтармен, білім беру ошақтарымен ол өте жақсы. Бұл ұрпақ, бұл толқын Қазақстанға өте көп нәрсе әкелді. Идея тұрғысынан, көзқарас тұрғысынан, ұстаным тұрғысынан бізде бір шектеу жоқ. Біз қолымыздан кез келген нәрсе келеді деп үйренген ұрпақпыз. Сондықтан өте жақсы. Бір жағынан біз дін тұрғысынан, дәстүрлі мәдениет тұрғысынан да Азияға да, шығысқа да жақынбыз, ол бізге өте түсінікті нәрсе. Сондықтан жан-жақтан келетін контентті, мазмұнды біз бір еркін игере аламыз, жақсы қорыта аламыз, және оған бір шектеулі көзқарас жоқ. Сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, соның негізінде біз келе жатқан жаңалықтарға тез бейімделіп жатырмыз. Соның ішінде міне жасанды интеллектінің өзіне. Біз енді көрші елдердегі жағдайды көп қарап отырмыз, технология саласында жүргеннен кейін ұдайы бақылаймыз. Менің ойымша біз көп жағдайда кәдімгідей ілгеріміз. Біздің технологиялық шешімдерді тез меңгеріп алып кеткеніміздің де соның себебі сонда. Мысалы, көп елдерде біздегідей финтек шешімдер жоқ, қаржы саласындағы шешімдер. Біз барып оны көрсеткен кезде ол бір космос сияқты болып көрінеді шын мәнінде. Біз үшін ол үйреншікті. Біздің қарапайым адамдардың өзі оған әбден үйреніп алды. Басқаша болуы мүмкін емес сияқты. Бір ғана телефонның ішіне кез келген нәрсені шешіп тастайтындай. Қазір енді міне жасанды интеллект тура сол сияқты кіріп жатыр. Оны айтып отырған себебім, біздің жастар да өзін соншалықты бір шектеп, біз біреуден кембіз, не болмаса біз оны жасай алмаймыз деген ойдан ада сияқты. Хиггсфилд сияқты жобалар шығып жатыр. Бір ғана Қазақстанның өзінен бір емес, бірнеше енді юникорн дейді ғой, құны $1 миллиард асқан компаниялар шығып жатыр. Финтекке жастар қызығып барып жатыр. Олар үшін әлемге барып бір үлкен финтек стартап жасау мүмкін емес нәрсе болып көрінбейді. Өйткені олар бір ғана Қазақстанның өзіндегі Freedom не болмаса Каспий сияқты қолданбалардың бар екендігін айтып, кез келген дүниенің үлкен қалаларындағы
әріптестерін таң қалдыра алады. Сондықтан менің ойымша біздің алдымызда бір шектеу жоқ, ал жастарымыз кез келген салада өзін көрсете алатын бір әдемі кезең қалыптасып келе жатыр. Соның ішінде әсіресе технология, инженерлік сала, IT өте жақсы келе жатыр. Одан кейін қаржы. Бір қызығы, Қазақстан бір емес бірнеше мәрте қаржы саласындағы инновациялармен өзін жақсы таныта алды. Ол бір кездердегі 2000 жылдардың ішіндегі қатты көтерілген қазақстандық банктер, ол кезде Ресей болсын, Орта Азиядағы елдер болсын, Қазақстанға келіп үйренетін, мен оны өз көзіммен көрдім. Қазақстанда Алматыда өтетін банкирлердің конференциясы, солардың барлығы келіп үйренетін жер болатын. Қазір енді тағы да соған келдік. Қазір Қазақстандағы жүріп жатқан жаңалықтарға, жасалып жатқан жобаларға аймақтағы да, сырттағы да елдер өте қызыға қарайды. Ал ол біздің жастарға рух береді. Біздің қолымыздан кез келген нәрсе келеді деген ойда. Балалармен, жастармен көп кездесеміз. Сол кезде бірден байқалатын нәрсе, олар өзін Қазақстанмен шектемейді. Бүкіл әлеммен жарысуға дайын екендерін айтады және батыл қимылдайды, бір кең ойлайды. Мен Азиземін. Рыфат! Жібер қызды! 17 жасында ұрланып, тозақтай өмірдің тұтқыны болған анамның тұла бойы тұңғышымын. Өздерін жоққа санатып, орманда ертегідей ғажап өмір сүрген бауырларымның әпкесімін. Және жендетім болған Явуз Ұзынкаяның туған қызымын. Әкеміз, анамыз өлді, әпке, мен шыдай алмайым. Сен тек бізді тастап кетпейші, жараймын, әпке, сен тек өлмеш. Кейінгі жаңалықтардың барлығы бұған дәлел енді. Шынымен де, сізді енді Википедия қазақша болды, Google аударма қазақшаланды, ChatGPT қазақша, тағы шатасып қателесіп. Курсера, кешірім сұраймын, TED конференциясы. Тағы да. Айта берсек көп, негізі біз жалпы дүние жүзіндегі өзімізге ұнаған нәрсенің бәрін бірден қазақшалаймыз. Disney, қазір енді Pixar студиялары. Бірінші кезекте кез келген дүниеге маған бұл керек па деген сұрақтан бастаймыз. Мен өзім балаларыма көрсетер ме едім осыны? Мен өзім осыны қолданамын ба, жоқ па? Википедия солай басталды. Google аудармашыда солай болды. 2009-да қателеспесем. Біз 2011-де Википедияны бастадық. 2 жылдың ішінде мақала санын 7000-нан 200 мыңға жеткіздік. Сол арқылы Википедияға мақала жазуды бір әр адамның жай ғана ермек емес, сонымен бірге бір тіл алдындағы миссиясына айландыра алдық деп сенемін. Соның арқасында кейін Google аудармашы қазақша сөйлеп кетті. Google аудармашының қазақша сөйлеуінің арқасында біз қазір ChatGPT сияқты жүйелердің қазақша тез сөйлей бастауына негіз қалай алдық. Сол кезде айтып жүргенбіз, ертең ол кезде веб 2.0 деп жүрдік. Жаңа кезең болады. Егер біз қазір тез жасап үлгеріп қалмасақ, қазақша бар мазмұнды интернетке салып үлгермесек, ертең кезекті деңгейде интернеттің ішіндегі технологиялар өздігінен мазмұн жасай бастайтын кезең болатындығын көрдік бәріміз. Ол кезде ол фантастика емес, міне ертең болатын нәрсе екендігі анық еді. Сол айтқанымыздай, міне ұзаққа созылған жоқ. Қалай ChatGPT пайда болды? 21 жылға дейінгі интернеттегі бар мазмұнның негізінде ақпараттың барлығы өзін өзі жасай бастады. Сондықтан да Википедияда, Google аудармашыда, TED конференциялары, Курсераның аударылған 200-ден аса курстары, одан кейінгі кітап, Қазақстанның ашық кітапханасы, енді міне OpenAI мен ChatGPT-ді қазақша жай ғана сөйлетіп қана қоймай, терең ойлауға, біздің мәдениет, ділге қатысты берілген сауалдарға терең, дәл, қатесіз жауап беруіне жағдай жасауға мүмкіндік туды. Негізі келсем, Google аударманың енді аудармаларын білесің, қателіктер бар, бірақ қазір мысалы жас редакторлар ChatGPT, OpenAI мен жазылған тек мәтінді алып келеді ғой, бірден танымайсың, кәдімгі адам сияқты жазғандай. Кейде көбісіміз жұмыссыз қаламыз ба деп қорқамын. Бұны бастағандағы себеп, мысалы Editech-тағы енді сіздің көп бастамаларыңыз біздің қазақ тілді аудиторияның, жалпы қазақ тілінің масштабтануына, жаңа заманда ыңғайланып, адаптацияланып дамуына новатор ретінде алып келген дүниелеріңіз көп. Ары қарай не болады?
не жоспар бар? Қандай Рауан Кенжеханұлы өзі қор емес, Білімленд емес, қандай идеямен жүрсіз, не бастап жатырсыз? Өйткені сіз бұнымен жүйелі түрде байқадым. Біздің үлкен ойымыз жалпы Қазақстан, қазақ қоғамы ретінде бір тілде сөйлеп, бір тілде ойлап, бір тілде мазмұн құрастыратын деңгейге келуіміз керек. Ол үшін әлі де мағына жасайтын орта негізгі тіл ретінде қазақ тілін қабылдау керек. Соның ішінде ол мағынаға тапсырыс беретін орта, шешім қабылдайтын адамдар мемлекеттік деңгейде де, кәсіпкерлікте де, қоғамдық салада да қазақша ойлауы тиіс. Бұл енді табиғи түрде уақыт талап ететін нәрсе, бірақ біз сол процессті тездетуге тырысамыз. Және қазір оның бір жақсы нышандарын байқап жатырмыз. Қазір ешкімге жасалып жатқан нәрсен қазақша болу керек деген нәрсені айтудың керек жоқ. Біз осыдан 10 жыл бұрын оны кәдімгідей өтінуге, сұрауға, талап ретінде қоюға, кейде бір тағатсызданып, тіпті қатты айтуға да мәжбүр болатынбыз. Қазір оның барлығы норма, басқаша болу мүмкін емес. Енді келесі кезекте ол жай ғана норма емес, кәдімгі табиғи нәрсе сияқты болу керек. Ол үшін заңдар қазақша жазыла бастайды мемлекет деңгейінде. Жарнама, креаторлық индустрия кез келген дүниесін кәдімгі қазақ тіліне негіздеп жасалу керек. Қазақша жасалған жарнама, аударма жарнамадан әрқашан бөлек болады. Ол басқаша дүние. Түсінеміз. Аударма екендігін біз бірден көріп қоямыз. Және бізді алдап отырғандығын сеземіз аудитория ретінде. Ama ол жақтан бір инерциямен жарайти салатынбыз. Қазір барған сайын табиғаты қазақша дүниелер көбейіп келе жатыр. Енді сол толықтай жаппай нормаға айналуы тиіс. Бара-бара тіпті негізгі тілі өзге аудиторияда қазақша жұмыс істеуге келу керек. Ол біздің іштей тұтастығымызға, Қазақстанның ішіндегі мазмұндық ортаның бір тұтас, бір жүрегі бірдей, бір ритмде соғатындай деңгейге келуіміз керек. Өзі жалпы қарасаңыздар, қазіргі технологияның ықпалымен қоғамның атомизациясы күшейіп бара жатыр. Тіпті бір тілде сөйлейтін ортаның өзі қазір үлкені, кішісі, немесе әртүрлі жаңағы мамандықтың төңірегінде, идеялардың төңірегінде біріккен әлеуметтік топтар бір нәрсені тыңдамайды, бір нәрсені көрмейді, бір ортақ жазушысы, ортақ әншісі жоқ деуге болады. Бөлініп кетіп бара жатырмыз. Бұрынғыдай тағайындалған жұлдыздар қабылданбайды. Бір адам халық артисі бола салғаннан кейін елдің барлығы мойындап, барлығы бірдей тыңдайды деу қиын. Жалпы бір нәрсені мынау дұрыс деп тағайындайтын заман өтіп кетті. Ол мүмкін емес кез келген саяси жүйеде. Және оған қарсы тұру да қиын. Сондықтан біріншіден әлеуметтік топтар әрқайсысы өзінің тыңдайтын, көретін, еститін, оқитын дүниесі бар. Және ол сол ұсыныстың әрқайсысына жеке-жеке көп болуын талап етеді жағдай. Екінші жағынан біз әрқайсымыз жеке тұлға ретінде, адам ретінде өз әлемімізде өмір сүріп жатырмыз. Қолымыздағы телефонымыз бізге өзіміздің бір қоршаған ортаны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ішінде өзіміздің музыкамыз, өзіміздің киномыз, өзіміздің кітабымыз, өзіміздің ортамыз, тек қана бізге арналған жаңалықтар, біздің күнделікті талғамымызға, нені іздеп, нені қарайтынымызға қарай жаңағы ұсыныстар келіп жатады. Не сатып аламыз, не жеп, не ішеміз, соның барлығы бізге әрқайсымызға жеке ерекшеліктерімізді, қабілетімізді, қасиетімізді ескере отырып, күнделікті беріліп отыр. Бабылдар. Осының ішінен шығып, бір-бірімізбен сөйлесу, жақындасу барған сайын қиындай береді. Ал енді осыған тағы да тілдік ерекшелік болса, тілде сөйлейтін болсақ, ол одан да бетер қиындайды. Сондықтан біз баяғыда айтқанбыз оны, жалпы арманымыз Қазақстан қоғамы тура мағынасында да, ауыспалы мағынасында да бір тілде сөйлеу керек. Ол бізге қоғам ретінде өсу үшін, тәуелсіздік ел ретінде өсу үшін өте маңызды фактор. Бізді онсыз да бөлетін нәрсе көп, табиғи тұрғыдан. Ал тіл бөлетін емес, бізді біріктіретін факторға
айналуы тиіс, және ол айнала алады. Менің ойымша біз соған келе жатырмыз, және ол процесс барған сайын тездеп жатыр. Халықаралық қазақ тілі қоғамы да қоғам ретінде, сол қоғамда жаңағы қоғам тізгінін маған тапсырған ортада осылай ойлайды деп ойлаймын. Мен жеке басымда сол миссияға жұмыс істегім келеді. Бүкіл ресурс, идеялар, бүкіл процесстер жеке идеяларға емес, қазақ тілі қорында. Түсінгенім, өйткені сұрақ сіздің жеке индивидуалды жоспарларыңыз туралы болып еді, түсіндім. Мен әлде қателестім ба? қазақ тілін не болмаса білім саласын немесе технологияны ол өзіме етене жақын болғаннан кейін таңдадым. Мен үшін хобби мен кәсіби өмір деген нәрсе жоқ. Мен хоббиімді, өзіме ұнайтын нәрсені, кәдімгі өмірлік ұстанымымды кәсібіме айналдыра алдым деп ойлаймын. Сондықтан да біз тілге қатысты кез келген жобаны жан тәнімізбен күні түні уақыт талғамай, жаңағы ештеңемен санаспай толықтай беріліп жасай аламыз. Мен оны қоғам ретінде емес, азамат ретінде істеп жүрмін бірінші кезекте. Ал енді соны маған тағы да осындай қоғамның басшысы ретінде міндет еткен біздің құрылтайымыз, орта құрылтай деген қазақ тілі қоғамның құрылтайы. Ол әрине жауапкершілікті еселейді, бірақ қазақ тілі қоғамының төрағасы болмасам да ертең мандатым бітеді ғой бір күні, мен бәрібір осы бағытта жұмыс істей беремін. Ол жалпы кешірім сұраймын, мен болжамшы емеспін, бірақ ол айдан анық сияқты. Эндаумент қор, прогресс бар. 25-ші жылғы жетістіктерді көргенмін, цифрларды, бірақ енді 26-ші жылдамыз қалай? Біз эндаумент қорын ұсыныс ретінде айтып, жариялағанымызға 2 жыл ғана уақыт өтті. Тағы да айтқым келеді, оның артықтығы жоқ. Мемлекет басшысы өзі бірінші болып қолдады, бірінші болып үлес салды, өзінің жеке қаражатынан 7 миллион теңге. Содан бері біз сол қаражатты 100 есе көбейте алдық. Енді 100-ден асып кетті, қазір сол 700 миллионның үстінде 800 миллионға келе жатырмыз. Кеше ғана бір үлкен біздің Қазақстандағы бизнес топ қолдау көрсетіп жатыр. Алюр құрды. Андрей Лаврентьев мырза. Сондықтан жалпы тілге келгенде осындай бір заманға лайық, одан кейін басқарылуы, жұмыс істеу тетіктері, түсінікті механизмдер пайда болған кезде қоғам өзі бір шектеулері ағытылып келе бастады. Көп жағдайда кәсіпкерлер өздері соғады. Мен осыған маған түсінікті, мынау жақсы екен, өйткені бақылау, одан кейін көбейту, одан кейін жаңағы жұмсау жібермеу деген сияқты нәрселер ішінде кіріп тұр. Жүйелік, эндаумент деген нәрсе тағы да бір енді артық болмас, мүмкіндік болса түсіндіріп өтейік. Бұл қорға түскен қаражаттың өзі жұмсалмайды. Ол қазіргі бар нарықтағы мүмкіндіктермен басқарылып көбейтіледі. Сол жиналған қаражатты басқару арқылы, белгілі бір тәуекелі төмен құралдарға инвестиция ретінде салу арқылы, одан түскен қаражатты ғана біз күнделікті жұмысымызға пайдалана аламыз. Үстіндегі проценттер жұмсалады. Қазір мысалы 730 миллион теңгеде жиналып тұрса, біз содан өткен жылдың қорытындысы бойынша шамамен 100 миллион теңгедей табыс көрдік. Қазір проценттік үлес ставка жоғары болғаннан кейін тіпті жылына 20%-ға дейін банктер береді. Бұл оны үнемі солай тұрмас, дегенмен қазіргі жағдайда басқа ешқандай құрал іздемей-ақ кепілдігі бар депозиттің өзінен 20% пайда таба аламыз. Яғни біз 26-шы жылы қазіргі бар қаражаттан шамамен 140 миллион теңгедей табыс көре аламыз. Сол 140 миллион теңгеге біз біраз шаруа жасай аламыз. Мысалы, өткен жылы біз жалпы саны 40 шақты шара өткіздік. Аймақтық, республикалық, халықаралық деңгейде. Бірақ сонымен бірге біз кез келген жобаға қараған кезде жобаның құнының 1/10 ғана саламыз да, қалғанын әріптестердің салғанын қалаймыз. Мысалы, Disney сияқты, болмаса Pixar сияқты студиялар өз ақшасына аударып келіп жатыр. Біз оған жаңағы пиар, медиа қолдауды қосамыз, шаралар өткізуге береміз. Сонда біздің салған үлесіміз 1/10 де жетпейді кеткен қаражаттың. Бірақ әсері әлдеқайда жоғары. Тура сол сияқты біз өзіміздің қаражаттан бөлек сырттан да жобаларға
көмек алып жатырмыз. Айтайын деп отырғаным, ондай көмекті беруге ниетті азаматтар көбейіп келе жатыр. Біз осы аралықта мен 2023 жылы халықаралық қазақ тілі қоғамына төраға болып келдім. Енді ешкім ренжімес, бірақ мен келгенде бізде қаражат жоқ еді. Тіпті қарызымыз болды. Содан бері біз мемлекеттен бір тиын қаражат алған жоқпыз. Мемлекетпен шарттарымыз жоқ. Бірақ эндаумент қорымызда жаңағы айтып отырған 730 миллион теңгедей қаражатымыз бар. Және одан түсіп отырған күнделікті біздің тұрақты жұмыс істейтін адамдардың айлығын төлеуге, кеңсе жалдауға, басқа да жұмыстарды, шараларды өткізуге мүмкіндік пайда болды. Ондағы ой тұрақтылық. Ертең мен де уақытым бітіп кеткеннен кейін менің ойым бұл жерде қаражаты жоқ, кеңсесі жоқ деп қарап отырмауымыз керек. Тұрақты жұмыс істейтін жүйе қалу керек. Кез келген адам келіп, бірақ ол келген адам да оны бұзып алмайтындай қауіпсіздік тетіктері де бар. Өйткені эндаументтің өзінің басқарушы ұйымы бар. Ол менен бейтарап. Одан кейін қамқоршылар кеңесі бар. Олар тұрақты жұмыс істейді. Ішінде кәсіпкері де бар, мемлекеттік қызметкері де бар, ғалымы да бар. Олар пікір айтады. Жайдан жай оп-оңай ананы суырып алып бір жаққа жұмсауға болмайды деген сияқты. Бұның барлығы әлемде бар нәрсе, біз оны тапқан жоқпыз. Біз тек соны келіп қазақ тілі қоғамының мақсаттарына жұмыс істеткізе бастадық. Өткен жылы мысалы қазақстандық осындай арнаулы қорлар туралы заң қабылданды, яғни эндаумент енді Қазақстанның заңына сәйкесте құрылып жұмыс істей алады. Біз құрған кезде ондай заң жоқ еді. Біз Астана халықаралық қаржы орталығының заңдарының негізінде оны құрған болатынбыз. 26 жылы мақсатымыз 1 миллиардтан асу. Бұл кем дегенде орындалуы тиіс шаруа. 25-те асуымыз керек еді. Іштей өзімізге қойған межеге сәл жетпей қалдық, бірақ 26-та жетеміз. 26 жылы. Бұл қалауыңызда YPO-да бар шығасыз? Сол жерде айттыңыз ба? YPO-да біздің мемлекетіміздегі ең үздік табысқа жетіп отырған 50 кәсіпкер кәсіп иесі бар. Ол 50-дің қаншасы қаржы құйды эндаумент қорға? Челлендж бастадым мен. Негізінен сол YPO-ның көмегі. Жаңа айтып отырған Андрей Лаврентьев та YPO-ның мүшесі. Бізге көмектесіп жүрген Тимур Турлов та YPO-ның мүшесі. Айдын Рахымбаев, Асхат Умаров, Қанат Көпбаев, Дулат Тастекеев, біздің халықаралық қазақ тілі қоғамындағы вице-президент, әлі біздің осы эндаумент қорының қазір төрағасы. Еркебұлан Ильясов, Ғазиз Құсайынов, Айғазы Құсайын, Ильяс деген азаматымыз бар. Осы жігіттердің барлығы қолдау көрсетіп жатыр. Айдос Мұқатаев. Енді біреуді айтпай қалсам ренжімесін. Негізі қаражат болмаса да, мысалы MYD Production деген топ бар, жарнамамен айланысатын. Самат Даумов, бауыры Алмат Даумов, олар жарнаманы жасап берді. Біз қазір аэропорттарда, вокзалдарда үлкен экрандар. Осындай. Және мен оларды ешқайсысын бір күштеп үгіттеген де жоқпын. YPO-ның да бір жақсы жері, әдемі нәрсені әрқайсысы кәсіпкер болғаннан кейін кез келген шаруаның парқын, табиғатын түсінеді ғой, қалай жасалу керек екендігін. Немесе механизмдер жақсы түсінеді. Эндаумент дедік, барлығы түсінікті деді. Егер эндаумент болатын болса, ол жерде біздің YPO-ның мүшесі болатын болса, бізге сол жеткілікті. Айтпақшы Берік Қаниев, Ланкастер Групп ең көп қаражат берген қазір әзірше сол топ 200 миллион теңгені бір топ аударғаны. Сондықтан осындай YPO мүшелерінің қолдауы әрине өте маңызды. Оған және бір түрткі болған мемлекет басшысының тікелей қолдауы. Тек YPO мүшелері ғана емес, оның сыртында да азаматтар жиі хабарласады, ұсыныс береді. Енді тікелей қаражат аудара алмасам да, бірақ осындай көмек бере аламын деген сияқты ұсыныстар келіп жатыр. Біз енді бұл қозғалысты кеңейту үшін, ол тоқтап қалмас үшін әрине бірінші кезекте ұйымның абыройы туралы ойлауымыз керек. Сенім болу үшін мен де соның басшысы ретінде біздің ұйымда жасаған жобалары, бастамалары, айтқан сөз бен ісі бір-бірімен жанасып, жаңағы осы сенімді күшейте беру үшін барынша адал болуға міндеттіміз деп ойлаймын. Қордың жұмысына қатысты күмән болды ма? Менің ойымша. Қандай күмән? Күмәнді пікірлер, менің ойымша ондай мүлдем болған жоқ.
Құдай сақтасын. Жаңа айтып отырған шаруам, ойым сол. Ешқандай қаяу түсірмей, күмән келтірмейтіндей болу үшін біз жыл сайын есеп береміз. Сайтымызда толықтай ақпаратты беріп отырамыз. Осы желтоқсан айында ғана барлық біздің аймақтық филиалдарымыздың жетекшілерін жинап, қамқоршылар кеңесін жинап, толықтай ашық есеп бердік. Қазір енді бара-бара аудитке кіреміз. Халықаралық үлкен аудит өткізетін компаниялармен жұмыс істейміз. Ол да өзінше қымбат шаруа. Оған да қаражат жұмсау керек. Бірақ сенім үшін, ол келіп жатқан көмекті ұлғайту үшін ол керек деп ойлаймын. Қажет, Енді Рауан Кенжеханұлы сұхбатты өте сирек беретін адам, көріп отырған адамдардың ішінде кәсіби иелерінің бар екенін білеміз. Сондықтан мемлекеттік тіліміздің дамуына үлес қосып жатқан компанияға аз қалыпты 1 миллиардқа жету үшін рахмет. Не деген жарнама болды, Ендігі сұрақ Білімленд. Мен өзім ата-ана ретінде оқушы балам бар, сол білім класты қолданушылардың бірімін. Сұрақ енді өзіңізде байқап жүрген шығарсыз, жалпы күнделіктер не себепті бір жүйе емес деген сияқты. Мысалы, Білімлендтің ауқымы кеңейді ғой қазір, көп мектептердің қолданысында осы білім класс бар және басқа түрлері бар, қолданбалары. Ауқымы қандай қазір? Қазір 11 аймақта бармыз. Шамамен 2 миллион қолданушы оқушы бар. 300 мыңның үстінде оқытушы бар. 2 миллион баланың ата-анасы бар. Дәл қазір енді Қазақстандағы ең ірі жүйе. Біз жалпы бір монополия орнатуға ондай ойымыз жоқ. Қазір Қазақстанда 4 жүйе жұмыс істеп жатыр. Қалай болғанда да бәсеке сапаның негізі. Әрине. Одан кейін ол бәсеке бізді ұдайы дамуға, ілгерілеуге кәдімгі міндеттейтін жақсы құрал. Бізден бөлек жұмыс істеп жатқан 3 жүйе, өздерінде олардың да аймақ нарықта өз орны бар. Бұл менің ойымша болашақ үшін де, білім беру жүйесі үшін де жақсы конфигурация, себебі түбінде отыратын қолданушы. Өйткені таңдау бар, соның арқасында бұл жүйелер қазір мүлде тегін беріліп жатыр. Мемлекет үшін төлемейді, бізге ата-ана да төлемейді. Сосын бәсекенің арқасында біз осындай жүйелерді жұмыс еткізудің жаңа тетіктерін ойлап табуға міндетті болдық. Шіркін-ай, негізгі ойымыз, арманымыз білім берудегі осындай қызметтерге мектепте, ата-ана да, мұғалім де төлемеу керек, оқушы да төлемеу керек. Өйткені бұл білім беру туралы. Бірақ біз сондай қызметті қолданушылардың санын көбейту арқылы қазіргі тілмен айтқанда монетизациясының басқа амалдарын табуымыз керек. Бұл да осы біздің саланың, индустрияның атауы EdTech, Education Technology. Жаңадан қалыптасып келіп жатқан өзінше бөлек сала, мысалы финтек, хелстек деген сияқты салалар бар. Осы салалардың ішіндегі инновацияның біреуі, қайтсек біз білім беруге қатысты қызметті жасап, бірақ ол қызметті қолданушыға, яғни оқушы, мұғалімге, ата-анаға тегін береміз, бірақ есесіне сол келген қолданушылардың ортасын басқаша қаражат табуға пайдалана аламыз. Ол үшін жаңағы банктермен, финтек қызметтермен бір әдемі әріптестіктің амалдарын табуға болады. Бірақ жарнама салмай, тікелей жарнама салмай, балаға, ата-анаға керек емес нәрселер жарнамаламау. Жалпы бір токсикалық ортаны бір оларға пайдасыз нәрсемен толтырмайтын амалдарды іздеп жатырмыз. Бұл оңай шаруа емес. Осындай үлкен шаруаның төңірегінде бізде 300 адам жұмыс істейді. Бұл 15 жыл бұрын осында өзіміз пионер болып бастаған бастама, стартап болатын. Ол кезде біз мысалы Википедияны жасап жаттық, бірақ тобымыздың екінші қанаты осындай жобалармен айланыса бастады. Біз сол кезде соған сендік. Ерте ме кеш пе біз технологияның көмегімен Қазақстандағы білімнің сапасын көтеруге, ауыл мен қала мектебінің арасындағы сапа айырмашылығын жоюға, арнайы мектеп, халықаралық мектеп және қатардағы мектептің арасындағы айырмашылықты жоюға жағдай жасауымыз керек. Жалпы алғанда фундаменталды мәселе Қазақстан сияқты елде бұл біздегі білім саласының инфраструктурасы, яғни мектеп, балабақша, оқу орындарының қажетті
сұранысқа әп-сәтте жауап бере алмауы. Яғни бізге мысалы толықтай бір ауысымды білім беру жүйесіне өту қазір мүмкін емес. Бізде 2 ауысымды мектептер балалардың 80%-ына, балалардың 80%-ы 2 ауысымды мектептерде оқиды. Әлі де 200 мыңнан аса бала 3 ауысымды мектепте оқиды. Әлі бар. Біздің оңтүстіктегі аймақтарда. Біз 10 жыл бойы 3 ауысымды мектептерді жоямыз деп келе жатырмыз, бірақ халықтың өсу қарқыны сондай жоғары, біз мектеп салған сайын бала саны көбейіп келе жатыр. Жақсы нәрсе. Бірақ сонымен бірге 3 ауысымды мектепте қалайша сапалы білім беру мүмкін? Өте күрделі. Ол әлемде жоқ нәрсе. Біз мысалы қатарына ұмтылып жүрген алдың қатарлы дамыған елдердің ешқайсысында 3 емес 2 ауысымды мектеп жоқ. Бала таңертең мектепке келгеннен кейін сабағын да оқып, қосымша білімін де алып, музыкасында, спортында, мұғалімнен жеке көмегін де сол жерден алып кету керек. Түбінде тіпті үй жұмысы да жоқ. Әсіресе бастауышта бәрі сол жерде аяқталып келеді. Оны толық күн мектебі деп атайды. Сондай толық күн мектебі мысалы бізде Назарбаев зияткерлік мектептері, не болмаса білім инновация лицейлері. Яғни біздің мықты деген мектептердің ешқайсысы 2 ауысымда жұмыс істемейді. Айтайын деп отырғаным, біз объективті себептерге байланысты білім беру жүйесінде осындай шектеулерді әлі жеңе алмаймыз. Ол үшін біз қыруар қаражат жұмсауымыз керек. Бізде миллионнан аса оқушы орны тапшы. Мен Азиземін. Рыфат! Жібер қызды! 17 жасында ұрланып, тозақтай өмірдің тұтқыны болған анамның тұла бойы тұңғышымын. Өздерін жоққа санатып, орманда ертегідей ғажап өмір сүрген бауырларымның әпкесімін. Және жендетім болған Явуз Ұзынкаяның туған қызымын. Әкеміз анамыз өлді, әпке, мен шыдай алмайым. Сен тек бізді тастап кетпей, шарайым, әпке, сен тек өлмеш. Осындай жағдайда бірақ енді күтіп отыра алмаймыз ғой. Қашан қаражатымыз оған жетеді деп. Өйткені халық саны барған сайын өсе береді. Сол себепті кез келген 3 ауысымды мектепте оқитын баланың өзі керемет Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысының деңгейінде берілетін білімге қол жеткізе алуы керек. Яғни ең мықты мектептегі ең күшті мұғалім жасаған сабақ жоспары, тапсырмалары, басқа да сабақ барысында қолданатын дүниелерінің барлығы, әдістемесі, тәжірибесі ең шалғай ауылдағы ең кішкентай мектептің оқушысына қолжетімді болу керек. Біз осыны шешіп жатырмыз. Сондықтан да біз қыруар мүмкіндік жасап, Қазақстандағы ең мықты әдіскерлерді, мұғалімдерді, ұстаздарды, тәрбиешілерді жинап, психологтарды отырғызып, соларды IT мамандарымен біріктіріп, медиа продакшн студиялардың көмегімен бірге Қазақстандағы мектеп бағдарламасындағы бар пәннің барлығын және барлық сыныптарға арналған сабақтарды цифрлы форматқа өткіздік. Мысалы, ойланып көрдіңіз бе, Қазақстанда қанша пән оқытылады мектепте? 37 пән бар. Бастауышы үлкен. Барлығын қосқан кезде 37 пән, 11 деңгейі бар, 11 сынып бар. Енді 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін 37 пән бойынша бала қанша тақырып игеру керек? Қанша оқулық? 12300 тақырып бар. Біздің календарда жоспарда. Яғни сіздің балаңыз 1-ші сыныпқа келіп, 11-ші сыныпқа жетіп мектепті толық бітіру барысында 11 жыл бойы игеретін тақырыбының саны, баяғыда біздің оқулықтағы көретін параграфтың саны ғой, былайша айтқанда, 12300. Осы 12300 тақырыптың қай бөлігін бала шын мәнінде түсініп, ұғып, тоқып, ойына, санасына, көңіліне, олардың арасында байланыс орнатып, білім алып шығып жатыр. Сандық түрде білім сапасын өлшегіміз келсе, оның жауабы осы. 12300 тақырыптың қаншауын бала шын мәнінде игеріп шықты. 50%, 70%, 80% деген сияқты. Енді біздің мақсатымыз осы әрбір сабақты өте жақсы мұғалімдердің қатысуымен жасалған сабақтарға айландырып, оның ішінде түсіндіру бөлігі бар, бекіту бөлігі бар, жаттығулар арқылы тексеру бөлігі бар, толықтай цифрлы сабаққа айландырып, ана жүйеге салып қойдық. Дәл қазір, егер интернет болса, қолында құралы болса, телефон арқылы, компьютер арқылы кез келген ауылдағы бала, кез келген мектептің мұғалімі осыны алып қолдана алады және қолданып жатырды. Бұл қай қолданбада? Бұл білім ленд деп аталатын жүйе. Енді сіз айтып отырған білім класты,
біздің электронды журналды пайдаланып отырған мектептер осы дүниені де қолдана алады. Ол қазақ тілінде де, орыс тілінде де, ағылшын тілінде де жасалды. Соны дүние жүзіндегі осы салада жүрген ең мықты деген студиялардың, компаниялардың жасаған дүниесін алып келіп қазақшаға аударып қосымша салып жатырмыз. Мысалы BBC студияласының жасалған физика, химия, биология, математика, астрономия сияқты пәндерін қамтитын тамаша 4,5 мың видеофильмі бар. Қысқа. Осының барлығы соның ішінде салып қойдық, аударып. Супер. Басқа да құралдар көп өте. Азия, Европа, Америка, қай жерде жақсы нәрсе бар, соның бәрін тауып алып келіп осында салып жатырмыз. Сондықтан бұның миссиясы осындай, яғни түпкі мақсаты баршаға қолжетімді сапалы білім. Кез келген үлкен миссия ол бір түбінде толықтай шешілуі мүмкін емес үлкен мақсат болады. Енді сапат деген түсінікте үнемі арта береді. Біз жеткен сайын ол өсе береді. Және қолжетімділік деген де сондай бір қиын нәрсе. Толықтай 100% қамтуы мүмкін. Бірақ мүмкін болмайды. Бірақ біз осы мақсатқа ұмтыламыз. Сол мақсатқа жұмыс істейміз. Бұл да бізге бір жағынан күш береді. Және осы міндет мектепке де, ұстазға да, ата-анаға да, мемлекетке де, қоғамға да ортақ. Ешкім оған қарсы бола алмайды. Бізге қоғам ретінде, ел ретінде өсу үшін адами капиталды өсіру керек. Әр адамның тұлға ретіндегі, маман ретіндегі болашақ қабілетін толықтай аша білуіміз керек. Осыған жағдай жасайтын білім беру жүйесі. Бірақ білім беру жүйесіне көмектесу керек. Технологиялық шешімдермен, мазмұнмен, және оның барлығы өз тілінде болу керек. Тіл мен білім беру жүйесі бір-бірінен ажырамайтын нәрсе. Тілдік дағдылар балабақшада, мектепте, оқу орнында қалыптасады. Егер ол білім беру жүйесіне қалыптасып бітпесе, болмаса тиісті деңгейде кейін басқа салаларда біз оны не істесек те толтыра алмаймыз орнын. Сондықтан да бұл осы Білім Ленд деп отырған компанияның оның төңірегінде үйісқан 300 маманның мақсаты, міндеті осы. Серверлер қауіпсіздігі қалай? Егер біз тиісті мекемелерден қауіпсіздікке қатысты рұқсатын алмасақ, яғни ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрамындағы техникалық арнайы қызмет бар. Сол қызмет оның барлығын тексеріп, рұқсат бар, бұлар сәйкес деген қағаз бермей біз мектепке кіре алмаймыз. Бұл заңның талабы. Тура сол сияқты цифрлық дамуға жауапты министрліктің құрамында ақпараттық қауіпсіздік комитеті бар. Олар да бізді ұдайы тексеріп, бүкіл анау жасалуы тиіс шаралардың орындалғанын қамтамасыз етеді және қадағалайды. Сондықтан бұл сөзсіз орындалуы тиіс шарт. Ол орындалмаса біз жалпы мектепке бізді кіргізбейді. Серверлердің барлығы Қазақстанда болуы шарт. Өйткені біз балалардың жеке мәліметтерін жинап, оларды игереміз, ол да талап. Және 11 аймақ Қазақстанның әр түкпірінде болғаннан кейін ол тұрақты, уақытылы, жаңағы ешқандай тоқтаусыз жұмыс істеу үшін ол серверлер бір ғана жерде емес, аймақтарда да болу керек. Сондықтан оны жаңағы біз осындай түсетін үлкен салмақты бөліп қоямыз. Қазір біздің осындай жүйелерімізге күн сайын миллионның үстінде қолданушы келеді, жеке. Оны DAO деп атайды, күнделікті келетін жеке қолданушылар. Бұл өте үлкен салмақ. Оған дайын болу керек, оған техникалық қызмет болу керек. Және күн сайын бізге 1000-нан 3000-ға дейін адам хабарласады. Колл-центр бар. Мұғалім, ата-ана, бала, кейде тіпті өте қарапайым, кіре алмай қалдым, бірдеңке ұмытып қалдым деген сияқты қарапайым сұрақтардан бастап, әдістемеге қатысты, сабаққа қатысты, тәжірибеге қатысты сұрақтар келіп жатады. Менің сұрап отырғаным қауіпсіздік туралы, мысалы енді eGov бар, біздің барлық ақпараттар құпия, жеке сақтаулы тұр, және ол қай уақытта да қолжетімді, өйткені ол мемлекеттің бақылауында. Ал біз қалай өстік? Біз табелмен өстік, аттестатпен өстік, бәрі қағазда болды, 11 класста алдық. Біздің балалардың ақпараттың барлығы қосын қолданбаның ішінде тұр. Бір күні бірдеңе, құдай сақтасын, техникалық ақаулыққа тап болып қалса, балаларымыздың бағалары, ақпараттары жоқ болып кетпей ма? Бұған жауаптылық қандай деңгейде? Барлық жүйелер қазақстандық ұлттық білім беру саласының ақпараттық қоры бар. НОБД деп аталады. Ол мемлекеттің жүйесі, мемлекеттік серверлерде сақталады. Сондықтан тұрақты түрде жиналған ақпараттың барлығын, бағаларды, басқа ақпараттың соған
беріп отырған міндеттіміз. Сондықтан сол жерде сақталып тұр. Кепілді бар, иә бәрі. Бар әрине. Қорықпай қойсақ болады. Қауіпті. Түсінікті. Сіздің өз оқушы балаңыз бар ғой, иә? 4 балам бар. Иә, Бар ғой. оқушы. Растап алған Үшеуі оқушы. Білімлет арқылы бақылап отырасыз. Білім класс арқылы. Иә, соның ішінде. Соның ішінде ба? Қолданады, сол арқылы керек нәрселерін қарайды. Мен жалпы ол жүйелерді жасау туралы ойға сол балаларыма кезінде ағылшын тілін оқуға қажетті ресурстарды іздеу арқылы келгенмін. Тұңғышымыз ол кезде 3-4 жаста. Содан кейін осы дүние жүзінде қандай осындай балаларға арналған сайтта ресурстар бар екендігін іздеп жүріп, BrainPop деген жүйені тауып алдым. Американдықтар жасаған анимациялық фильм түрінде балаларға өте қарапайым нәрселерді түсіндіретін сайт. Әлі күнге дейін бар. Иә. Біз соны қосып беріп, соны көрсету арқылы баланың қызыққандығын, нашын айтылған нәрсеге ілескенін көргеннен кейін осының болашағы бар екендігіне көзім жетіп, бірден соларға хабарласып, біз мынаны қазақшаға аударайық деп өтініш айттым, бірақ олар келіспеді. Дуолинго ше айтпақшы. Дуолинго аударылмады айтпақшы. Дуолинго керемет жүйе, 40 шақты тілі бар, бірақ ішінде қазақ тілі жоқ. Талай рет шықтық, талай рет өтініш айттық. Бірақ оларға қазақ тілі қызық болмай отыр. Екінші жағынан, менің ойымша дәл қазір жасанды интеллект заманында Duolingo сияқты жүйелердің тез заман өтіп кететін сияқты. Сұранысы азайып жатыр, иә. Өйткені дәл қазір қолыңыздағы ChatGPT сізге кез келген тілдегі жеке дара сізге ғана арналған сабақ берушіге айналып кетті. Тапсырма беріп қойыңызшы қазір ChatGPT-ге. Маған күн сайын таңғы сағат 9-да ағылшын тілі бойынша мынандай тақырыптарға сабақ дайындап қойды. Аудиосында, видеосында, текстінде, жаттығуында, теориясында бәрін жасап дайын қылып береді. ChatGPT жиі қолданасыз ба? Әрине. Балалар қолдана ма үйде? Қолданады. Мен оған қарсы болмаймын. Қазір біз айтпақшы сол OpenAI-мен шартқа келіп, ChatGPT EDU деген олардың арнайы бөлігі бар. Білім беруге арналған нұсқасы. Яғни ол балалардың ішіне салып қойған есебін бірден шығара салмайды. Болмаса сұрағына бірден жауап бере салмайды. Көшіріп ала салатындай қылып. Ол сол жауапқа бастайтын, бағыттайтын сұрақтар қояды, бір ұсыныстар береді деген сияқты. Сондай нұсқасы қазір кіріп жатыр. Ал енді өзім де қолданамын, балалар да қолданады, мен одан зиян көрген жоқпын. Жалпы балалар қазақша сөйлей ме? Әрине. Енді бәріміздің күніміз сол ғой қазір, қазақша сөйле дейміз. Менің тапқан амалым мынау. Менімен басқа тілде сөйлесуге болмайды. Өйткені мен қайта-қайта жаңағы бір сөйле деп айта бергім келмейді. Содан кейін бір жаңағы жазалап, ондай да болмайды. Менің ойымша үйде мейірім болу керек. Ешқандай қаталдық болмау керек. Адамның мейірімге қанып өсетін жалғыз ғана бір орны бұл үй, өзінің туған отбасы. Қатыгездік басқа жерде жетеді, өмір бақи. Сондықтан ешқандай бір шектеу болмаған қалаймын. Бірақ дегенмен де бағыттайтын бір жұмсақ амалдар болу қажет. Сондықтан менімен сөйлесу керек болса, маған бірдеңе айту керек болсын, тек қана қазақша. Басқаша айтса, сіз түсінбей отыра бересіз. Мен жауап бермеймін, сөйлеспеймін. Одан кейін маған жазған кезде тек қана қазақша жазу және сауатты жазу керек. Егер сенде қате кетсе, мен қатесін жөндеп қайта жіберемін. Ол әрине уақыт алады. Бірақ ол менің ата-аналық парызым деп білемін. Қандай қым-қуыт жұмыста жүрсем де, бірақ маған балаларымнан қате жазу келсе, мен оны былай жазу керек деп жөндеймін. Сосын олар біледі. Егер маған қате жазу келсе, мен оған жауап бермеймін, жөндеп қайта жіберемін, ол маған қайта жазады. Содан кейін барып қана мен оған жауап беремін. Түсінгенім бұл өте тиімді. Бала үйренеді, әрбір түзегеніңді екінші рет қайталамайды. Және санасында әкеммен басқаша сөйлесе алмаймын деген ұғым әбден бекиді. Сіздің контакты әке грамотей деп сақтап қойған. Бәлкім әзіл кешіріңіз. Келіншегіңізге де солай істейсіз ба? Енді мен солай деп жасаған дұрыс деп санаймын. Мен көзімше олар басқа тілде сөйлемейді. Және қатесіз жазады.
және котедж жазады. Мен сізге жазған хабарламаларымды тексеріп көрейін. Сұхбат туралы келісімдердегі. Түсіндім я. Жақсы. Енді мен үнемі енді кез келген әкеге, кез келген отбасы иесіне қоятын бір ғана сауал. Енді қыздардың әкесіне жиі қояды. Қызыңыз бар ғой? 2 ұлым, 2 қызым бар. Иә. Қызыңызға өзіңіз сияқты күйеу тілейсіз ба? Мен қызыма бірінші кезекте мейірімді адам тілеймін. Қалғанның барлығы реттеледі, табылады, жөнделеді, бірақ қатыгездік болмау керек. Соған сенемін. Тіпті ақылдан да бұрын мейірім шығар. Әрине, кез келген бала бірінші кезекте әке-шешесіне қарап өседі. Ұл бала анасына қарап жар таңдайды. Қыз бала әкесіне қарап жолдас іздейді деген сияқты. Ол түсінікті. Сондықтан да ол жауапкершілікті сезінемін. Сондықтан қызыммен сөйлескен кезде оған не айтсам да ойымда сол нәрсе тұрады. Ертең қандай адам дұрыс деген сауалға жауап іздеген кезде менің әрекетіме қарап бағалайды. Және ол менің сөзім емес, бірінші кезекте менің ісім. Әрекет. Өйткені 40 жерден дұрыс нәрсе айтып тұрсаң да, бірақ істеген ісің басқаша болатын болса, ол нәтиже бермейді. Және осымен бірге тек қана менің қыздарыммен емес, менің жолдасыммен де қатынасыма байланысты. Оған қалай айттым, не дедім, екеуміз ақылдастық, сөйлестік, не болмаса кез келген дүниеге жасаған реакциямыз бәрі өте маңызды. Балалар өте сезімтал, кез келген нәрсені сезіп қояды, өтірікті де біліп қояды, айтпай отырған нәрсені де түсініп қояды. Өте нәзік қой. Сондықтан бұл менің ойымша өте маңызды. Сондықтан кейбір балаларға бір кейде ескерту жасау, не болмаса бір дұрыс болмаған нәрсені айту, ол бірінші кезекте мамалардың жұмысы. Өйткені қалай болғанда да маманың қандай болмасын, ананың қандай кейбір ауыр сөз болмасын, бала оны жеңіл қабылдайды. Және ол тез ұмытылып кетеді. Ол жұмсақ қабылданады. Ал әке қаталдығы өтіп кетеді. Және ұмытылмайды. Бірақ шешім қабылдайтын кезде, байлам тоқтамыз деген кезде олар маған келеді. Рөлдер анықталды. Негізі енді көпшілік қандай отбасы моделінде өссе, сондай модельді құрады дейді ғой. Лайым біздің енді елімізде дамып жатқан масштабы ауқымы кеңейіп жатқан елімізде бақытты отбасылар көп болсын. Және әркім өзінің бір азаматтық міндетін біздің қоғамды дамытуға арнап жатса, менің ойымша жақсы айттыңыз. Бірінші мақсат бақытты болу. Кез келген адамның бақытты болуға хақы бар. Әрине. Сондықтан біз не істемесек те, бала өсірген кезде үйде, білім берген кезде мектепте, мемлекеттің азаматына қарым-қатынас жасап, оған бір бағыт берген кезде осыны ұмытпасақ екен. Кез келген адам бақытты болуға хақлы, бақыт іздеуге, бақытты табуға талпына алады. Ата-ана ретінде де, мұғалім ретінде де, ұстаз ретінде де, мемлекет басқарушы ретінде де, менің ойымша біз соған жағдай жасауымыз керек. Рахмет сізге шынайылығыңыз үшін. Бұйырса, енді біз жаңа тұсаукесерде кездесеміз. Ол әлі белгісіз. Әлдіште белгісіз, хабарлаймыз, шақырамыз. Айтпаймын дейсіз ғой. Менің қызым аватарларды қазақ деп ойлап қалды. Өйткені екіншісінде, үшіншісінде менімен бірге қазақша көрді да. Солай деп айту керек. Сондықтан эффект тамаша. Сондықтан қазақ тілі халықаралық қорының бастамасымен қазақшаға әдемі сапалы дубляждалған фильмдерде кездесейік. Ал сіз сұхбаттың қай тұсы ұнады, қай тұсы көкейіңізге қонды, қай тұсы сіздің өміріңіздегі үлкен бастауларға себеп болады, жазып кетсеңіз қуанышты боламыз. Рахмет сізге.